Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге мынандай принцесса выточканы қалай пішуін көрсетемін. Соңына шейін мұқият қарап үйреніп алыңыздар. Бұл өте жеңіл түрі. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті басыңыздар. Келесі түсірілімді жіберіп алмау үшін. Келесі түсірілімде сіздерге алдынан мойынның қасынан түсетін выточканы немесе складканы қалай ашатынын көрсетемін. Сіздерге бүгін мынандай принцесса выточканы көрсетемін. Мінекей, былай тұрған выточканы сіздерге көрсетемін. Ол үшін біз мынандай основаны сызып аламыз. Бізде керекті основада осы қолтық астындағы выточка и астыңғы выточка салынып тұрады. Мынаны енді мен сіздерге көрсету үшін сыздым. Алдынан да салуға болады. Мына мойын астынан да салуға болады. Төбеден, мына қиғаштан. Мен қазір сіздерге осы выточканы көрсетемін. Ол үшін біз былай кесіп, мынаны алып тастаймыз. Содан кейін мына выточканы жабамыз. Қазір қырқу барысында көресіздер. Мынаны алып, былай қырқамыз. Мінекей, енді мына выточканы алып тастаймыз. Міне алдық. Алғанда біздікі былай болып тұр. Мінекей, мына выточканы қырқып алып тастадым. Енді біз мына выточканы жапқан кезде мына жерде бізде выточка ашылады. Оны қазір біз алып, мына жерде қырқамыз. Мінекей, қырықтық. Енді былай қойып қойған кезде, мінекей, біз енді осыны жапқан кезімізде өш жерден әдемі выточка ашылады. Мінекей, осылай выточка ашылды. Сонда мына тігісіміз мына қолтық астындағы болады, мына алдындағы бүтін мына жері болады. Қазір оны қалай кесетінін сіздерге көрсетемін. Или қағазды, или матаңызды екі бүктеп аласыз. Сөйтіп, мына лекалды былай қойып, мінекей, мен былай сызып алдым. Сөйтіп сызған жерден, мен енді бұл жерден запас қоямын. Былай, мінекей, и келесісінде осы жерге қойып, запасынан аламыз. Мінекей. Қойдым. Бұл жаққа да біз запас алып аламыз. Бұл тігіске қалу керек. Бізде запасымызды осылай тере-тере алған жақсы, шатысып кетпеу үшін. Мінекей. Енді осыны біз қырқып көреміз. Мына запасымызбен қырықтық. Енді мынаны қырқамыз. Бұл да солай. Мінекей қырқып алдық. Бұл мына жерде осылай тұрады. Мінекей. Енді ашып көрсететін болсақ, бұл осылай ашылады. Мінекей. Мына жақта тұрады. Мына шетінікі. Міне осылай тігіп аласыздар. Міне выточкамыздың қалай пішілуін көріп үйреніп алдық деймін. Барлықтарыңыз жақсы түсінген боларсыздар. Әрине түсіндіңіздер. Міне
Келесі түсірілімде алдынан складка или выточка салуды сіздерге көрсетемін.